шетелге не үшін шық деп айтамын. Не үшін шық? Адам жақсы нәрсеге тез үйренеді ғой, жалпы негізі. Жақсы нәрсеге біз тез үйренеміз. Қазір iPhone ұстап жүрген баладан iPhone тартып алып Nokia берсең, ол ешқашан Nokia алмайды. Ол iPhone ғана ұстайды. Или ұстай ма? Ұстамайды. Өйткені ол iPhone-ға әбден оның ол жерде эмоция бар, ол жерде рахат бар, ол жерде удобство бар, бәрі күшті да. И сіз одан iPhone алып қойдыңыз, жұмысқа жіберсеңіз, ол первым очередь будет начинать зарабатывать много, чтобы iPhone алу үшін. Түсініңіз ба? Эффектіні. Дәл солай да шетелге шыққан адамды, шетелге сіз шықсаңыз өзіңіз, семьяңызбен шығып, семьяңыздың эмоциясын, рахатын көресіз, әйеліңіз мақтайды, күшті болды, жақсы демалдық, и так далее, и так далее. Сізде ол жерден воспоминание бар. Келес, не істейсіз? Сіз көбірек ашып табасыз, сөйткені ол жаққа қайттан қайталағыңыз келеді ол эмоцияны. Түсінесіз ба? Рахатты қайттан сіз негізі мына ер азаматтарда ол жақсы дамығанда біз рахатты біреу арқылы аламыз ғой. Былайша айтқан кезде біз біреуге бере отырып, эмоция сыйлай отырып, біз содан рахат аламыз.